қалжа беру. Шиш пайғамбар дүниеге келгенде Адам ата мен Хауа ана қатты қуанады. Көктегі періштелер шаттанып, Адам атаға құтты болсын айтады. Жер мен көк 18 мың ғалам қуанып, Аллаға мақтау айтыпты. Себебі ақырдың абзал пайғамбары Махамбеттің нұры Шиш пайғамбардың беліне көшкен еді. Жебірейіл періште Адамға келіп: «Уа Адам, саған ұлылық Алладан уахи ала келдім. Қазір жұбайың әлсіз, оған күш қуат керек. Отардың ішіндегі семіз ұрғашы қойды сойып, жұбайыңа ас әзірле. Сорпасын ішіп терлесін. Қойдың қуаты келіншегінің күшін қалпына келтіреді. Бойындағы жел құзы шығады, әрі сәбиіңе құнарлы ас болады» дейді. Адам ата Жебірейілдің айтқанын бұлжытпай орындайды. Хауа ана қойдың етін жеп, күш қуат жинайды. Екі омырауынан құнарлы ұстағады. Кейін келе Хауа анаға сойылған қойды қалжа деп атапты. Енді бір аңыздарда Хауа ана Шиш пайғамбардың мойны қатайсын деп қойдың омыртқасын ырымдап жеген деп те айтылады.